Баршаңызға сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай құймақтың рецептімен бөлісетін боламын. Ең бірінші ыдысымызда 2 жұмыртқамызды жарып аламыз. Үстіне құм шекерімізді салып, венчиктің көмегімен жақсап тұрып араластырамыз. Үстіне сұйық майымызды құямыз және де бөлме температурасындағы суымызды құйып, жақсап тұрып араластырып алатын боламыз. Оның үстіне ұнымызды 2 бөліп салсаңыздар да болады. Болмаса барлығын бірдей салып, араластырып, осындай жақсап тұрып араластырып аласыз. Ешқандай комок болмау керек. Барлық керек заттарды описание бөлімде қалдырып кететін боламын. Міне осындай масса болғанша жақсап тұрып венчикпен араластырып аламыз. Осы массаны шетке қойып қоямыз. Енді қайнап тұрған суымызға ас содамызды салып араластырып аламыз. Барлығы еріп кетеді. Ас соданы осылай жасасаңыздар, құймақтан соданың дәмі шықпайды. Міне осылай араластырамыз. Міне осындай сұйық масса шықты. Енді қызып тұрған табамызға кішкене бірінші құймақты жаққан кезде, пісірген кезде майымызды жағамыз да, қалған құймақ пісірген кезде май жақпаймыз. Міне ожаудың көмегімен осылай құймағымызды құйып, осындай тесік-тесік болу керек. Осы рецептпен жасап көрсеңіздер, міндетті түрде құймақтарыңыз өте дәмді және де табаға жабыспайтын болады. Екінші жағы бірінші жағына қарағанда өте тез піседі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Міне құймақтарымыз дәмді болып шықты. Балапандарыңызға ұнайды деген ойдамын. Осы рецептпен жасап көріңіздер. Егер де видео ұнап жатса, лайк басып, комментарий қалдырып, видеоға қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Захинур. Ас болсын.